Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Айша тағам арнасы. Бүгін сіздермен тауық етінен жасалатын өте дәмді, орысша айтқанда сочный болып шығатын тағамның рецептін ұсынатын боламын. Жасалу жолы да өте оңай, қарапайым рецепт. Сол себепті менімен бірге болыңыздар. Мен тауық аяқтарын пісіретін боламын. Ең басты бірінші техникасы ол осылай пышақпен міндетті түрде тіліп аламыз. Себебі ішіне буы бару керек, дәмі бару керек тауыққа. Сол себепті осылай барлық жерінен тіліп аламыз. Енді осылай чеснокпен араластырамыз. Негізі чесноктың дәмі ұнайтын болса, осы тауық аяқтарының тілген жеріне ішіне чеснокты кіргізсеңіздер болады. Енді міндетті түрде 2 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Қызыл бұрыш және қара бұрыш қосатын боламын. Және де тағы да осылай қолымызбен араластырып аламыз. Тұз қосамыз. 2-3 ас қасық майонез және 2-3 ас қасық қаймақ қосамыз. Негізі тек майонез немесе тек қаймақ қоссаңыздар да болады, бірақ қаймақ қосқан кезде бір керемет сливочный дәм беретін болады. Сол себепті сіздерге қосуға кеңес беремін. Ал енді осылай қолымызбен барынша араластырып аламыз. Алдын ала картоп дайындап алған болатынмын. Осылай араластырамыз. Бетіне қызыл бұрыш тағы да қоссаңыздар да болады. Енді осы фольгамызды беті жабылатындай қылып саламыз. Оның бетіне лаваш қоямыз. Және де дайындап алған тауық етін салатын боламыз. Мен бетіне замороженный сәбізбен редко қосатын боламын. Қаласаңыздар, болгар бұрышын да қоссаңыздар болады. Болгар бұрышын қоссаңыздар тіптен керемет болады. Сондықтан қосып көріңіздер. Бетіне осылай қызыл бұрыш сеуіп қойыңыздар. Міндетті түрде. Алдын ала пиязды осылай дөңгелетіп кесіп алған болатынмын. Бетіне осылай салып, және де укроп себеміз дайындап алдық. Енді шамамен 200 градуста өзіңіздің духовкаңызға байланысты. Біреуінде 190 градус болуы мүмкін, немесе 210 болуы мүмкін, бірақ осы шамада 50 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді қараңыздар, фольгамен бетін жапқан кезде бұл өте маңызды. Міндетті түрде барлық жерін жабу қажет, себебі тауық өзінің сөлін шығару керек, тауық бұқтырылып пісу керек. Сол себепті осы фольгамен бетін жапқан кезде тауық бұқтырылып өзінің сөлін басқа жандағы ингредиенттерге жіберіп, сондай дәмді болып шығады. Қараңыздар, тауығымыз пісті, шамамен 50-55 минуттай тұрды. Енді біз оның бетіне сыр теркадан өткізіп, тағы да 5-10 минутқа фольганың бетін ашық қалдырып жіберетін боламыз. Тағамымыз дайын, өте керемет, жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды тәтті тағаммен қуантыңыздар. Егер де осы рецепт ұнаған болса, астына өз ой-пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.